Тік призманың табанының ауданы 4-ке тең. Табанының ауданы 4-ке тең дейді. Ал бүйір жақтарының аудандары 9, 10, 17. Енді осыған қарап берілгенін жазайық. Табанның ауданы 4 деп тұр. А, С, В болады табаны. А1, А1, С1, С. Мына жағының ауданы 9 см квадратқа тең. С, С1, В1, В. Жағының ауданы 10 см квадратқа тең. С, А1, А1, В1, В жағының ауданы 17 см-ге. А жағының ауданы 17 см квадратқа тең. Бұл есептің мақсаты призманың көлемін табуымыз керек. Призманың көлемі табанның ауданын биіктігіне көбейтуіміз керек. Бізде қырлары тең. А1, В1-ге тең, ол С1-ге тең. Биіктіктері ғой. Мына формулаға келтіруіміз керек. VH тең 10, VH тең 9. В қабырғасы ғой. Оны H-қа биіктігіне көбейтсек, мына жағының ауданы шығады, 9 шығады. AH-ты аны биіктікке көбейтсек, мына жағының ауданы шығады. Енді С-ны H-қа көбейтсек, мына жағының 3 жағының ауданы шығады. Мына қарама-қарсы параллель жақтары табандары. Ал бұл жерде периметрін биіктікке көбейтсек, берілген формулалар бойынша тең 36-ға тең болады. 36 дегеніміз А, басы үшеуінің қосындысы. Мұнда көрсетіп тұр, А қосылу В қосылысы тең 36 деп. Табанның периметрін H-қа көбейтсем тең. Ана жерде барлығы түсінікті болып тұр. Алғашқы берілген формулалар бойынша. Мына жерде үшбұрыштың ауданы периметрінің жартысы. Қосып тастаймыз. Үш қабырғасы да белгілі ғой бізде. Үш қабырғасы да белгілі. Олай болса, ауданын тауып, біз бұл жерде ауданын таптық. Аудан арқылы биіктігін тауып алдық. Биіктігіміз 3-ке тең болды. Табанның ауданы 4-ке тең болды. Үш қабырғасы белгілі. Формула бойынша табанның ауданы биіктікке көбейтуіміз керек. Табанның ауданы 4 болды. Биіктігі 3-ке тең болды. Сонда 12 см куб. Осы есепті жақсылап түсініп, қайтадан шығарып беруге тырысыңыздар. Бүгінгі сабақта маған